Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli ahli sunnat wal jamoat bauırlar. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hadisinde la salata lima lam yagra bi fatihatul kitab. Kimde-kim Fatiha suresini okumasa onun namazı namaz emas degen Bukhari, Muslim, Ashab-ı Sunan kitaplarında barlığında keledi. Fatihasız namaz bolmaydı. Endi ulamalar, mujtahid ulamalar, faqih ulamalar 4 mazhabda ahli sunnat vel cemaatda hech kim 4 mazhabning içinde onu mutlaq bilmeydi. Mutlaq degende qalay sonda? Ya'ni ol imam, uygen adam, jeke okugan adam, kim bolsa onun namazı namaz emas degende onu birde-bir ulamalar ol түсінікті, ol tafsirde ıstanmagan. Мысалы, İmam Abu Hanife, İmam Malik rahimullah. İmam Abu Hanife, İmam Malik olar sirran ve cehran dağıstab okuyduğun namazlarda, işten okuyduğun namazlarda da uygen adam hiç kaçan qiraat okumau gerek. İmamdың sırtında uygen adam. İmam Malik, İmam Abu Hanife rahimahullah. İmam Şafii, İmam Ahmed rahimahullah olar dağıstab okuyduğun namazlarda men mazahibde aytып atқан sebebi biz ahli sunnat vel cemaatmiz. Biz İmam Şafii rahimullah'ını da moyundaymiz. İmam Ahmed'ni de moyundaymiz. İmam Malik'in de mazhabını moyundaymiz. Olar 4 mazhab hiç qanday aqidadan ihtilafı yok olardı. İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Malik, İmam Abu Hanife rahimullah. Жаңа bir bauırımızın vaazını tыңdап atqanda 4 mazhab aqidada ile Eş'ari болады, ile Maturidi aqidada болады. Жаңа bir bauırımızın tыңdап atqanda Eş'ariler, Maturidiler qabr azabına senbeydi, olar mizanға senbeydi, tarazıға senbeydi, sirat көпіріне senbeydi деп. Соны тыңдайтын бауырларға айтсақ, ол кезіп өтірік дейді. Кеше соның біреуімен сөйлесіп жатқанда Дилмуратның ондай уағызы жоқ, ұстазымның ондай уағызы жоқ деп жатыр. Матуридилер, Әш'арилер басқа діндегілер деп бізді басқа діндегілермен бірдей қылып уағызында айтып жатыр. Олар себебі ақылға, қабір азабына сенбейді, себебі қабір азабы ақылға келмейді дейді. Сондықтан Матуриди, Әш'арилер, тағы христиандар олар ақылға салғасын, олар қабір азабына сенбейді деген сөздерді айтып жатыр. Мен жаңа мазахибі арбаи 4 мазхабты айтқан себебі біздер ақидада ешқандай ихтилаф жоқ біздерде. Шафии, Малики, Хамбалидің кейбір ғулатул ханабали деген Хамбалилердің кейбірлері артық кетіп қалғандар бар. Хамбалилердің ішінде Ибн Теймиенің өзі Хамбали мазхаб, бірақ көп мәселеде жумхурдан бөлініп кеткен, көпшіліктен бөлініп кеткен Ибн Теймиенің өзі. Сол сияқты Хамбалилердің ішінде ғулатул ханабали дейді. Яғни қатты кеткен, артық кеткен Хамбалилер де бар. Олар Аллаға мекен береді, Аллаға дене береді. Олар муджассаме ақида. Ақидалары әхлі тәжсимге жақын олар. Аллаға дене береді. Негізі әхлі тәжсим дене беру ақида исламда болған жоқ. Ол бірінші яһудилерден келді біздің дінімізге. Яһудилерден келген себебі өткенде айттық, Хафиз ибн Хаджар Асқалани рахимулла Фатхул Барида айтады. Яһудилердің ақидасында бұлай болды дейді. Муса алейхиссалату вассалам бір күн таңдан кешке дейін Алла тағаламен күресті дейді. Алла тағала адам бейнесінде келді дейді. Мусамен күресті дейді.
Бұл Хафиз ибн Хаджар Асқаланидің айтқан сөзі Фатул Бариде. Алламен күресті, неше рет Алланы құлатып, арқасын жерге ұрды дейді Муса дейді. Бұл яһудилердің ақидасы. Фатул Бари. Ең соңында Алла Тағала мойындады дейді Мусаның мықты екеніне дейді. Муса, мен сені жеңе алмаймын. Сен мықты екенсің, сен өзің де мықтысың, саған еретін яһудилер де өзің сияқты мықты болады деп. Себебі яһудилер дүниені соңында біз басқарамыз дейді. Басқару үшін қалай болу керек? Өзіне бір сөз, дәлел болу керек. Ол Алланың сөзі, жаңағындай айтқан. Енді Алланың сөзі қалай дәлелдейді? Алланы күресте құлату керек. Алла бұның мықты екенін мойындау керек. Енді Алла, біз айтамыз ғой, Алла денелі емес, Алла бейне емес. Біз сол ақидада болсақ, яһудилердің сөзі бізге жалған болып табылады, өтірік болып табылады. Олар не істеу керек? Бірінші, өз ақидаларын исбат ету үшін, дұрыс екенін біздерге дәлелдеу үшін не істейді? Аллах Тағалаға бейне береді олар. Алла Тағалаға бейне береді, дене береді олар. Мысалы, Бұхариде келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға хадисте келеді. Мусаның қауымы дейді, бұтпарастарды, яғни бұтқа табынатындарды көрді дейді. Ей Муса, бұлардың құдайы сияқты бізге де бір құдай жасап бер деп айтты дейді. Біз соны көріп құлшылық қылайық деп дейді. Бізге денелі құдай керек, көзге көрінетін, өзіміз оны тазалап тұратын құдай керек деп айтты дейді яһудилер. Бұл хадис Бұхариде келетін хадис. Ей Муса, неге біздерге де осындай құдай жасап бермейсің? Бұлардың құдайың тастан тым жақсы құдайы бар. Біздерге де тастан немесе алтындан, күмістен біздерге де құдай жасап бер деп. Солға Муса алейхиссалату вассалам кеткенде Тур тауына Аллах субхану ва тағаламен хамкалам болатын кезде не істеді? Самиридің негізгі аты Фираун, Муса негізгі аты. Сол не істеді? Муса алейхиссалату вассалам кеткенде өзіне алтындан болған бір сиыр жасап, соны құдай қылып алды. Сондықтан біз ахли суннат вал жамаат ешқашан Алла Тағалаға дене беріп көрмеген біз қазірге дейін. Аллаға дене беретін, бейне беретіндерден де біз бәриміз, аулақпыз біздер. Аллаға мекен беретін, дене беретіндер ол ахли суннат вал жамааттан емес бауырлар. Кім Аллаға мекен беретін болса, Аллаға бейне беретін болса, жаңа айттық қой, ең бірінші Аллаға бейне беретін, мекен беретін олар яһудилерден үмметке кіріп кетті. Яһудилерден bizim үмметке кіріп кетті. Қазірге дейін сол Аллаға мекен беретіндердің өзін, Аллаға бейне беретіндердің өзін яһудилер қолдайды бауырлар. Қазірге дейін. Дүние жүзінде Аллаға мекен беретін, Аллаға бейне беретін, Алланы аршының үстіне отырған дейтіндердің өзін қазір яһудилер қолдайды. Тап-таза. Оны бір анық нәрсе де, жасыру қажет емес, жасыру да қажет емес. Оны бәріміз де білеміз. Оның қайдан шыққанын да білеміз. Ахли таджсимнің, ахли ташбихінің, Аллаға мекен беретіндердің, Аллаға дене, бейне беретіндердің түбін қайдан шыққанын бәріміз де білеміз. Қазірге дейін кім оларды қолдайтынын да білеміз. Сондықтан ахли суннат вал жамаат, сіз ойламаңыз, бұл тек Абу Ханифаның мазхабын айтады. Имам Шах Уалиулла Дейлауи рахималла Худжатуллахул балиға деген кітабында айтады. Егер бір қара төрт мазхабтың ешқандай айырмашылығы жоқ екенін білдіріп отыр. Төрт мазхаб бауырымыз. Қазірге дейін Ханафи Шафиini көрсе бауырына басады. Біздер өз Иранда Шафилер де болды, күрттер болды, Ханафилер де болды. Бірақ Шафилердің өзі қатты бір сыйлайды Ханафилерді. Ара 5-6 адам болса, Ханафи мазхаб болса имамдыққа шықтырады. Себебі bizim
мужтахидimiz, ұстазымыз сіздің ұстазды сыйлады деп. Бауыр бір-бірін көргенде кәдімгідей. Себебі біз шынайында солаймыз. Иннамал мухминун ихва. Мұсылмандар бір-біріне бауыр. Шынайында да солай болу керек. Имам Шафиғи Делави айтады, рахималла, егер бір Ханафи мазхаб дейді. Бір қарапайым Ханафи мазхаб. Немесе бір имам Шафиғи рахималланың мазхабында бір қарапайым кісі. Енді имам Абу Ханифаның мазхабын алайық. Бір Ханафи мазхаб қарапайым болса дейді. Бір ауылға барса, бір қалаға барса, ол мазхабта имам Абу Ханифа рахималланың имамы болмаса, ахли илм болмаса, улама болмаса, масаил сұрайтын адам болмаса дейді, сол жақтың Шафии мазхабынан сұрап амал жасай берсін дейді. Түсінеміз ба? Оған рұқсат емес, Құраннан, хадистен қарап амал жасау оған болмайды дейді. Түсінеміз ба? Бауырлар, бұл өте бір әдемі бір мәселе. Қараңыз, егер бір Ханафи мазхаб дейді, бір Шафии мазхабының ауылына барса, мысалы, Шафии мазхабының ауылына барса, ол жерде Ханафи мазхаб улама болмаса, муфти болмаса, ахли илм болмаса, не істейді? Өзіне жаңа хадистен ізденіп, қарап, немесе Құраннан қарап амал жасау ол дұрыс емес дейді. Құранда себебі Алла субхану ва тағала айтқан «Фас'алу ахля зикр ин кунтум ла та'ламун» дейді. Білмейтін нәрсеңді ахли илмден сұра. Біздерде де Шафии болсын, Ханафи болсын, Хамбали болсын, Малики болсын дейді, бәрі біздерге бірдей. Түсінеміз ба? Біздер ешқашан бөлген затымыз жоқ. Қазірге дейін бір-бірін көрсе, бір-бірін бауырын басып, бір-бірін құрметтейді. Ибн Сирин айтқандай, ахли хақ дейді, лайса фихим ихтилафун дейді. Ахли хақ дейді, тура жолда жүрген адамдардың арасында ешқандай ихтилафы мудир, ауызбіршілікке зиян беретін ихтилаф жоқ. Ахли хақтың арасында, тура жолдың арасында. Ахли хақ, Шафии, Малики, Хамбали бір-бірімізде ихтилаф жоқ бізде. Бір-бірімізде жек көретіндей, бір-бірімізде көре алмаушылықтай жоқ, субханаллах. Мен қазір жеке басыммен осы адасқандардың көбеюінден Шафиилердің көбейгенін қалаймын мен. Маликилердің көбеюін қалаймын. Бұлардың көбейгенден. Бұлардың болғанында мен сол Шафии мазхабының болғанын қалаймын. Мен ешқандай ихтилаф жоқ бізде себебі. Олар біздің бауырымыз. Маликилердің көбеюін қалаймын мен. Болуын қалаймын мен. Бізде ешқандай ақидада да ихтилаф жоқ бізде. Ақидада ешқандай ихтилаф. Ақиданың өзі усул фуруға бөлінеді, бауырлар. Әслі ақидада усул. Аллаға, періштелерге, кітаптарға, Алланың сипаттарына бірде-бір ихтилаф жоқ біздерде. Ақиданың өзінің фуруы бар, кішкентай мәселелер бар. Мысалы, Алла Тағала отты жаратқанда жағу деген сипатын сонымен бірге жаратты ма, немесе соны бір нәрсені жағатын кезде Алла жағу деген сипатты отқа бере ма деген. Сондай кішкентай мәселелер. Матуриди ашарилердің ақидасында. Ол ешқандай бір кейін жаратты, немесе бірге жаратады десек, кім дінден шыға ма? Мысалы айтам да, ешқандай біздерде ихтилаф жоқ. Аннал хақ лайса фихим ихтилафун мудиррун дейді. Асан ал-Басри радиаллаху анху айтады. Ахли хақ дейді, тура жолда жүрген адамдардың бір-бірін көре алмаушылық болмайды ахли хақта дейді. Бірақ сіз адасқандарды қараңыз, мысалы, мұнда ағымда жүргендер. Ішінде бір-бірін кәпірге шығаратындар бар. Бір-бірімен амандаспайды. Бір-бірін бетіне қарамайтындар бар арасында. Білесіңіз ба соны? Бір-бірін кәпір, сен ананы тыңдайсың, мен мынаны тыңдайым деп, сен кәпірсің, сен әхлі бидъатсың деп амандаспайтындар бар. Bizim aramızda бар ма? Siz Şafiilerмен амандаспайсыңыз ба? Маликилермен амандасасыңыз ба? Biz bәрімен амандасамыз. Біз себебі әхли хақтың ішінде музир, дініне зиян беретін ихтилаф біздерде жоқ, бауырлар. Біз 4 мазхаб Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келе жатқан қияметке дейін осы
Қазір айтамыз, Алла субхану ва тағала нәсіп қылса, ихтилаф не екен? Бірінші ихтилафқа кірген кім? فَحَدَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Аллах тағала мұсылмандарды хидаят берді. فَحَدَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Алла тағала хидаят берді не? Ихтилафтан сақтады. Ихтилафтан сақтау. Ихтилаф деген не сөз? Бөліну. Бөлінуден сақтау, сақтанған адам тура жолда, бауырлар. فَحَدَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُ. Аллах тағала хидаят берді. Неден? لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Ихтилафқа кіруден хақты сақтады. Аллаху яхди мен яша иля сиратин мустақим. Аллах қалаған адамын хидаят береді. Қалай хидаят береді? Ихтилафқа кіруден сақталады. Анау бид'ат, мынау ширк, анау бид'ат шик, мынау дұрыс емес, анау пәлен дегенден аман сақтайды Алла тағала біздерді. Тілімізді, жүрегімізді. Себебі инна сам'a вал басар вал фуад куллу улаика кана анху мас'ула. Қияметте жүрегімізді, тілімізді, құлағымызды жауап береді Алла субхану ва тағалаға. Алла тағала фахадаху Аллаху аллазина аману. Алла тағала хидаят береді. Қалай? Лимахталафу фихи. Ихтилафты нәрседен аман сақтайды Алла тағала біздерді. Ихтилафқа кіруден. Аллаху яхди мен яша иля сиратин мустақим. Алла тағала қалай хидаят береді? Аллаху яджтаби илайхи мен яша ва яхди илайхи мен юниб. Аллах тағала хидаят береді. Қалай? Яхди илайхи мен юниб. Кім Аллах субхану ва тағалаға тәубе қылған, Алладан кешірім сұраған, инабат қылған адамды хидаят береді, бауырлар. Кім жүрегінде тәкаппаршылық болса, менлік болса жүрегінде, ұлылық болса жүрегінде, Алла тағала ешқашан хидаят бермейді. Кейбір бауырлардан жаңа айтқандай, тілегім осы да, бауыр ретінде өздерін күнәдан сақтағым келеді да, ғайбаттан, саладан. Мысалы, имамдар бид'атшик, дұрыс айтпайды. Мен бір кіші бауыры сияқты, іні сияқты мен олардан тақаза тілеймін да, валлахи, осы мешітте кім сол ақидада болатын болса, Исрафил дұрыс заттарды айтпайды, бид'ат сөздерді айтады десе, кім болса, жеке сөйлесек, мен сенің бид'аттарыңды түсіндірейін десе, міне дайынмын. Валлахи, биллахи, тиллахи дайынмын. Тек айтпаң, өтірік айтпаң, мен шақырдым келмеді деп айтпаңыз. Міне, Алланың үйінде айтам. Қайсы біріңіз жеке сөйлесек десең, мен бәріне дайынмын. Тек айтпаң, өтірік жала айтпаң. Валлахи, биллахи, тиллахи дайынмын. Бірақ еркекші бетімі айтың. Осы мәселеде осындай дәлелім бар. Сен не айтасың деп айтың. Сырттан жамандау ертең өзіңізге жаман болады. Қияметте инна сам'a вал басар вал фуад куллу улаика кана анху мас'ула. Қияметте ертең сөзіңізге, құлағыңызға, жүрегіңізге де жауап бересіңіз. Жүрегіңізге не харам ой түссе, оны да жауап бересіңіз. Мен бауыр ретінде сіздерді күнәдан алып қалғым келеді, бауырлар. Сырттан ғайбатта, бір-бірімізді жаманда, бұл субханалла, мұсылмандыққа жатпайды олай. Жаңадан келген бауырларды ойын бұзып, имамдар тыңдама, олардың ең ұлы политикасы осы. Имамдарды бірінші ғайбаттайды. Субханалла, ғайбаттағанда кәдімгідей уақи түсіп атқан сияқты оларға. Алладан уақи келіп атқан сияқты да, субханалла. Кәдімгідей Алланың затын көріп атқан сияқты да, мынау пәлен түген, субханалла, таңғаласың да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, егер менден соң пайғамбар болғанда Омар болатын еді деген, Омардан да соңғы пайғамбар келгенде осылардың біреуінен болатын еді.